Ақтауда ашық теңізден құтқарылған 3 қызға қатысты дау әлі тоқтар емес. Теңізде түнеп шыққан бойжеткендер бізді құтқарған төтеншеліктер емес, жеке меншік компания деп шу шығарған болатын. Ал оларды іздеуге кеткен қаражатты жақындары қалтасынан шығарыптымыз. Бүгін төтенше жағдайлар департаменті қыздардың сол мәлімдемесіне қатысты түсініктеме берді. Сағат 15:00-де жергілікті жедел құтқару жасағының құтқарушылары екі бірлігі бар жүзу құралдарымен қыздар жоғалған ауданда теңіз акваториясында іздеу жұмыстарын бастап кетті. Сағат 3:30-дарда өзара іс-қимыл жоспарлары шеңберінде шекара қызметінің кемесі тартылды. Сондай-ақ Ақтау теңіз порты, Қазмортранспорт мекемесінің және Астрахан қаласының теңізде құтқару орталығына іздеуге көмек көрсету мақсатында жедел ақпарат жіберілді. Департаменттегілер жоғалған қыздардың туыстарынан ешқандай қаражат алмадық деп отыр, ал түнде іздемегендерін қауіпсіздік ережелеріне сай келмейтінімен түсіндірді. Бірақ бойжеткендерді жеке компанияның кемесі алып кеткенін жоққа шығарып отырған жоқ. Өйткені бірлесе жұмыс істепті. Еске салайық, 17-19 жастағы 3 қыз дүйсенбі күні жоғалған. Каспий жағалауында үрмелі матраспен шомылып жүрген бойжеткендер толқынмен ашық теңізге шығып кеткен еді. Сөйтіп таңғы 6-лар шамасында 3 қыз жағалаудан 22 шақырым қашықтықтан табылып Ақтау портына жеткізілді.